біз сеніп жүрген, сенім артып жүрген қатысушылардың бізді алдап жүргені ту сыртымыздан пышақ сұққандай болады. Әрине әлі белгісіз, дегенмен көптеген сәйкестіктер келіп жатыр дәл қазір бізге. Бірден жарайды өзінен сұрай салайын, ешқандай сұрақтарсыз, пікірлерсіз. Ұлбосын, сіз не істеп жүрсіз? Біз білмей қалады деп ойладыңыздар ма? Жасырғандарыңыз сонша біз сезбей қалады деп ойладыңыздар ма? Әлде қалай? Біз ақымақ адамдарға ұқсаймыз ба? Саламатсыз ба, Диана ханым? Мен ешкімге ешқандай нәрсе жасырғаным ештеңем жоқ. Дәл сол суретті қазір ұялы телефон қабат дегені жанымда жоқ. Көрерменнің жібергенін сізге де көрсетсем, онда бұл сөздеріңізді кері қайтып алатын сияқтысыз. Жарайды, егер менің бұл айтып жатқандарым сізге түсініксіз болса, сұрағымды басқа бір төңіректен алып келіп қояйын. Мұса, екеулеріңіздің үйлеріңіздегі жастықтарыңыз бен көрпелеріңіз бірдей ме? Жоқ, Диана ханым, мындай болған. Кеше біз негіз бір студияға барып өлең жазыртуымыз керек болған. Сөйтіп үйде құрбым бар, өзімнің үйде. Сөйтіп екеумізді алып кетті келіп. Басқа ешқандай жасыратын ештеңе жоқ. Бірінші көрпе жастықты жабылып, видео түсіріп, одан кейін барып сізді алып кетті ме? Жоқ, үйге кіргіздік, шай ішіп алайық, сосын кейін бірге сосын жата тұрды, ұйықтай тұрды. Жоқ, ол диванда жатқан, Диана ханым, бұндай артық ешқандай ойларыңыз жоқ. Және тағы да келген ақпарат бойынша бұл соңғы бір күн ғана емес, соңғы 2 немесе 3 күн қайталанып жатыр дейді. Жоқ, Диана ханым, сол бір-ақ күн оның алдында болмаған. Біз кеше сол студияға баратын кезде үйге келді, үйге кіріп шай ішіп алып, сосын кейін шығайық деп айттым. Сол кезде шай қайнағанша диванда өзі сторис түсіріп жатқанын көрдім. Үйде қасымызда адамдар бар еді ол кезде. Бұл жерде бір гәп бар деген әңгіме келіп отырды, Диана ханым. Әрине, әлбетте. Раста бұл жерде Мұса мен Ұлболсынның қатысы болмаса бір-біріне. Басынан Ұлболсын мен мен Мұсаға сезім бар деп шығып кеткен жоқ одан. Екеуіңнің қосылғандарың нәрде? Тиктоктарда көбейіп кетті соңғы кезде, Диана ханым, былай айтқан кезде ше. Дөп беріп нәрсе айта алмаймын, бірақ біз тіпті Ұлбосынның жастығы қайсы, көрпесі қайсы енді білмейміз ғой, әркімнің бір өзінің үйіндегі нәрсе. Бірақ бір емес, бірнеше көрермен бізге сол бір скриншотты әлеуметтік желіде жіберіп, неге сіздер халықты қайта-қайта алдайсыздар? Міне Ұлбосынның үйі, мынау сіздерге Мұсаның кеше түсірген сторисі, өздеріңіз салыстырыңыздар, енді бізге қандай жауап айтасыздар деп жібергеннен кейін, мен бұл сұрақты еріксіз Ұлбосынға қойсам, жоқ, шай ішуге ғана келді, кірді, кетті деп жатыр. Бірақ тағы да бір дүние таңертең эфирге дейін бізге айтылды. Осы соңғы күндердің екеуінде немесе үшеуінде екеуі бірге деді. 2-3 күн бірге жүр деп па? 2-3 күннен бері Мұса сіздің үйіңізде деді. Жоқ, ондай ештеңкесі жоқ, Диана ханым. Менің үйімде қазір Шымкентке келген құрбым бар. Үйде, бірақ ондай Диана ханым, ондай ешқандай артық жаңағыдай сіздерден жасыратын ештеңкем жоқ. Мұса мен біздің арамызда ештеңке жоқ. Біз доспыз, сондықтан кеше біз запись басуға барғанбыз. Үйге келіп алып кетті, бар шындығым осы. Мақұл, бір сұрақ қойсам бола ма? Мұсаға сезімің бар ма? Мұсаға сезімім жоқ, Диана. В общем жоқ па? Қазір вообще в общем жоқ. Шынымен. Ержан? Негізі ұят екен. Жалпы, Диана ханым, сіздің айтып тұрғаныңыз, енді халықтың жазғанын бізді айтпасақ, ол дұрыс емес деп ойлаймын да. Маған да келді, көптеген келді. Қандай? Ұлбосынның баласы, ата-анасы кет қапты бір жерге. Тура сол моменттен бастап, кеткеннен күннен бастап, қазір Мұсаны соның үй жағында жағалап, сояқта жүр екен деген. Потому что кеше бірге жатқан сторис түседі анау ше, Мұсаның өзінің. Бірақ көрпесі бірдей да барлығы. Мен түсінбеймін да, неге, не алдап жүрсіңдер сендер? Не істеп жүрсіңдер? Халықтың бәрі басын қатырып. 2-3 күндік видео бар ма саған жіберген? 2-3 күн жіберіп жатыр, фотоларын да жіберіп жатыр, бірге жүрген, бірге машинасында жүрген бәрін. Мен ешкімнің алдында ақталмаймын, бірақ мен шындықты айтып жатырмын, Ержан. Мына жерде екеуміздің арамызда ештеңе жоқ, только кеше ғана келді. Біз бір студияға барып өлең жаздырту керек болатынбыз, келді, үйге алып кетті. Үйде мен жалғыз өзім емеспін үйде. Сені алып кетті, студияға? Иә. Жатты ма сонда?
біз шай қайнағанша жатып сол жерде түсіріпті сторис мен мейлі шай ішіңіздер, бірге ән жаздырыңыздар, тиктоктарыңызды түсіріңіздер, видео жасаңыздар, ешқандай да қарсылығымыз жоқ. Бірақ өздеріңіз ойлаңыздар, Ұлбосын, сіз бұл жерде мен тұрмысқа шығуым керек, мен осы жерде өз үміткерімді күтем дейсіз де, осындай видео тарағаннан кейін қандай үміткер бұл жобаға Ұлбосынды таңдап келеді? Әйтпесе сіздердің ішкен шай, басқа отырған отырыстарыңызға ешқандай қарсылығымыз жоқ. Тем более сен басқа жігітпен болса мейлі да, сен тура Мұсамен сезімің болып тұрғаннан кейін, осындайлар шыққаннан кейін, елдің бәрі солай ойлап отыр. Әлі де сезімі бар, екеуі бірін-бірі әлі бірдеңкені мутит етіп жүр деп ойлап жүр да, елдің бәрі. Екеуі бірдеңке мутит етіп жүр, сендерге қандай үміткер еді осыдан кейін, қандай сенеді сендерге? Сенің өзің жасың 30-ға келген. Даже мен жұп болып жүргенде Мұсамен түскен видео бар еді ғой индийский. Соның негізі екеуміз жұп тоқтады 50% себебі сол видео болған негізі мен 50% мен сол видеоны көргеннен кейін көңілім кәдімгідей суыған негізі. Өйткені басқа адам болса болады да, өзі келіп жылап сезім бар деп шығып кеткеннен кейін. Ұлбосын бүгін Мұса қайда? Диана ханым, білмеймін. Айтпады ма? Жоқ. Қойшы, Ұлбосын сен бағанағыны сенен сұраған кезде ұшып кеткен ол деп, сен бәрін біліп тұрсың ғой, неге өйстіп бірден андай қаласыңдар? Білмеймін деп. Жоқ, Диана ханым, мен білмеймін, сендерге әзілдеп айттым, қайда деп сұрадым, дұрыс па? Ұшып кеткен деп айттың. Диана ханым, шынымен осы жерде сіздерге өтірік айтып тұрған жоқпын, білмеймін қайда екенін. Бүгін не үшін келгенін де білмеймін. Қымбатты көрермен, бізде дәл қазір жарнама.